Адал азамат мемлекет тірегі. Таза Қазақстан жай ғана экологиялық акция емес, ол қоғамдық сананы, мәдениетті, құндылықтар жүйесін жаңғыртуға бағытталған терең мазмұнды бастама. Ал бастаманы халыққа жеткізудің басты қозғаушы күші азаматтық қоғам. Осы ретте жастар, үкіметтік емес ұйымдар, этномәдени бірлестіктер, волонтерлер, сондай-ақ мәдениет және өнер қайраткерлері белсенді атсалысып жатыр. Мәселен, эко-волонтерлер ақпарат компаниялар, семинарлар мен шеберлік сыныптарын өткізіп, экологиялық әдетті қалыптастыруға бағытталған ауқымды экологиялық іс-шаралар ұйымдастырады. Тек 2024 жылы 25 мың эко-волонтердің қатысуымен түрлі форматта 15 мыңға жуық іс-шара өтті. Мемлекет басшысы сәуірде өткен Таза Қазақстан экологиялық фестивалінде жастардың рөлін ерекше атап өтті. Жасыл ел жастар еңбек жасақтарына биыл 35 мыңнан астам жас тартылған. Азаматтық белсенділердің қатысуымен бірқатар экологиялық акция өтіп келеді. Мысалы, қоғамдық эко-бақылау республикалық акциясы, 10 экологиялық әдет эко-челленджі және таза жағалау эко-марафонын айрықша атап өтуге болады. Бұл акцияларға 12 мыңнан астам белсенді азамат атсалысты. Сондай-ақ этномәдени бірлестіктердің қатысуымен арнайы шаралар жүзеге асып келеді. Қазақстан Халқы Ассамблеясы ұйымдастырған 300-ден астам экологиялық іс-шараға 20 мыңнан астам адам қатысып, этносаралық келісім мен өзара құрмет құндылықтарын нығайта түсті. Ассамблея жастары, ақсақалдар кеңесі, аналар кеңесі сияқты институттар өңірлік деңгейде белсенді жұмыс істеп жатыр. Кейінгі 2 жылда Наурыз мейрамы жаңа мазмұнмен толықты. 19 Наурыз жаңару күні ағаш отырғызу игі дәстүрге айналды. Наурызнама апталығының соңғы күні жалпы халықтық экологиялық акцияға арналады. Таза Қазақстан идеясы шетелдегі мәдени іс-шаралар, халықаралық форумдар мен фестивальдер, мәдениет күндері аясында да кеңінен таныстырылып келеді. Әлеуметтік желілерде азаматтардың белсенділігі артқаны байқалады. Ел азаматтары қаланы тазалау, қоршаған ортаны қорғау сияқты тақырыптарда контент жасап, миллиондаған қаралым жинап жүр. Бұл қоғамдық сана мен экологиялық мәдениеттің жаңа деңгейге көтерілгенінің айқын көрсеткіші. Бағдарлама Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.